Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар? Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер Лигасының кезекті 25-ші тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. 2 қарашада жексенбі күні Петропавл қаласында жергілікті Қызылжар қызылордалық Қайсар командасын қабылдады. Ойындағы есепті қонақ команда ашты. Бірінші голдың авторы Қайсардың белоруссиялық футболшысы Василий Совбел болды. Қызылжар есепті тез теңестірді. 19 минутта енді алаң иелерінің сапындағы белорус футболшысы Евгений Березкин көзге түсті. Қырық бірінші минутта Қызылжардың ивуарлық шабуылшысы Сенин Сибаи командасын есепте алға шығарды. Ал екінші таймның басында Сенин Сибаи дубль рәсімдеді. Алпыс төртінші минутта Қайсар қорғаушыларының қателігін пайдаланған Евгений Березкин де матчта дубль рәсімдеді. Ал 68-ші минутта африкалық Сибаи матчтағы 3-ші голын салды. Жетпіс алтыншы минутта Қызылжардың грузиялық футболшысы Лука Имнадзе де гол салып көзге түсті. Тоқсаныншы минутта Қайсар командасы матчтағы 2-ші голын сала білді. Қонақ команда сапында көзге түскен тағы да белорус футболшысы Василий Совбел. Қорытынды есеп 6-2 Қызылжардың сенімді жеңісі. Алматыдағы орталық стадионда жергілікті Қайрат Шымкенттік Ордабасыны қабылдады. Бұл турнирлік тұрғыдан алғанда өте маңызды ойын болды. Өйткені маусым аяқталуға 2 тур қалғанда 2 команданың да чемпиондыққа үміті болған еді. Кездесуде әрине алаң иелерінің басымдығы байқалды. Есеп бірінші таймның аяғына қарай ашылды. Матчтағы бірінші голдың авторы Қайраттың бразилиялық легионері Элдер Сантана болды.
75 минутта алаңға шыққанына 10 минут болған Еркебұлан Тұңғышбаев есепті теңестірді. сексен бесінші минутта Қайраттың 19 жасар ойыншысы Олжас Байбек алыстан жойқын соққысымен командасын есепте алға шығарды. Керемет голдың авторы алаңға 71 минутта шыққан еді. Қорытынды есеп 2-1 Қайраттың жеңісі. Ордабасы чемпиондық таластан ресми түрде шығып қалды. 3 қарашада чемпионаттың соңғы орнын уақытынан ерте иеленіп қойған қарағандылық Шахтерге чемпиондықтан үмітін үзсе де жүлделі орындар үшін күресіп жатқан Ақтөбе қонаққа келді. Ойындағы есеп 22 минутта ашылды. Бірінші голдың авторы Ақтөбенің гвинеялық футболшысы Амаду Думбия. Ал 52 минутта Шахтердің грузиялық легионері Имеда Ашортия алыстан әдемі гол салып есепті теңестірді. Араға ұзақ уақыт салмай 55 минутта Амаду Думбияның оң жақтан тамаша өтіп берген пасынан кейін Арман Кеңесов гол салып командасын есепте тағы да алға шығарды. Алпысыншы минутта Арман Кеңесов айып добын керемет орындап матчта дубль рәсімдеді. Қорытынды есеп 1-3 Ақтөбенің жеңісі. Талдықорғандық Жетісу Атырау командасын қабылдады. Есепті бірінші таймда Атырау командасы ашты. 23 минутта Ринат Жұматовтың көтерген айып добын басымен қарсылас қақпасына енгізе білген белорус футболшысы Николай Сигнеевич болды. Бірінші таймның аяғына қарай Атырау командасы пенальти тебу құқығына ие болды. Пенальтиді команда сұрмергені Николай Сигнеевич сәтті орындады. Қорытынды есеп 0-2 Атыраудың жеңісі. Түркістан аренада жергілікті Тұран мен астаналық Жеңіс командалары кездесті. Есепті бірінші минутта Тұран командасы ашты. Гол авторы ресейлік футболшы Павел Кириенко. Бірінші тайм аяқталар тұста гол авторы Павел Кириенко қызыл қағаз алып алаңнан қуылды.
Ал жеңіс жауапты 75 минутта берді. Есепті теңестірген қазақстандық футболшы Ян Труфанов. Қорытынды есеп 1-1, командалар ұпай бөлісті. Қостанайда жергілікті тобыл чемпионат көшбасшысы елордалық Астана командасын қабылдады. Астана командасы өткен аптаның ортасында кейінге шегерілген Атыраумен болған драмалық матчта жеңіске жетіп 3 ұпай иеленген болатын. Бұл матчтың тағдырын жалғыз гол шешті. Оны 51 минутта тобылдың сербиялық легионері Игор Иванович салды. Қорытынды есеп 1-0, тобыл Астананы тоқтата білді. Енді назарларыңызға 25-ші турдан кейінгі Қазақстан Премьер-лигасының турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестенің көшбасшысы ауысты. Енді оны 44 ұпаймен алматылық Қайрат командасы бастады. Ал екінші орынға төмендеген елордалық Астанада 43 ұпай. Қалған соңғы турда Қайрат немесе Астана командаларының біреуі чемпион атанады. Үшінші орында 40 ұпаймен әзірге Ақтөбе командасы тұр. Жүлделі орындар үшін де талас чемпионаттың соңына дейін жалғасатын болды. Ал чемпионаттың соңғы орынның иегері Қарағандылық Шахтер командасының келесі маусымда бірінші лигада ойнайды деп айтылғанына біраз болды. Турмергендер тізімінде де талас жалғасуда. Оның басында 10 голдан салған 3 бірдей футболшы келеді. Қазақстандық Ислам Чесноков, бразилиялық Жоао Пауло және белорус футболшысы Николай Сигневич. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 25-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. Чемпионаттың соңғы 26-ші тур ойындары 10 қарашада бірдей уақытқа жоспарланған. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.